Альхамдулилля, уассалату вассаламу ала расулилля, ама баъд. Иншалла бұл енді соңғы запись болады. Бұл жерде енді кейбір өлеңдер қалып кетті. Соларды оқи қояйын. Бұл енді жаңағы біріншіден Арман Бердалин деген ақындікі, машалла жақсы өлеңдері, ұйқастары, мағынасы өте күшті. Жаңа арақ пен қазақ деген өлеңі бар екен. Немесе қазақ пен арақ. Арақ жөнінде айтады. Бұл арақты ішіп еді қай бабан, ішпек түгіл аузын да шаймаған. Субханалла, күшті, мағынасы да ұйқасы да. Бұл арақты ішіп еді қай бабан, ішпек түгіл аузын да шаймаған. Алла бізге арам деді арақты, зияны көп болғаннан соң пайдадан. Арақ деген наннан қымбат ас болып, төреге ұқсап төрде тұрар бас болып. Бабаларым сұрағанға су берген, балалары у беріп жүр қас болып. Енді бұл өте үлкен өлең. Ары қарай оқымаймыз. Мына өлеңді жақсы. Жүрші әке намазға жығылайық, құбылаға жүрекпен бұрылайық. Жәннат бағын біздерге бұйыртпайды, жаратқаннан болмасақ құл олайық. Айтты екен деп тақпашы ұлына айып. Ұл қызына уағыз айт күнде қадап, жаратқанға айтайық бірге мадақ. Сен тұрмасан имам боп ұлыңызбен, немереңіз ұйыды кімге қарап. Аулақ жүрсек шайтанның харамынан, құтылармыз азаптың аранынан. Кеш қалдым деп Алладан үміт үзбе, ақ аятпен шайылар қара күнән. Өте жақсы. Яғни бауырлар, осы өлеңді мысалы бір әкелеріне жіберсе болады, нағыз әкесімен сөйлесе алмайтын болса, бұл тақырыпта қорықса, айтады. Қандай ет қариялар баяғыда, солардың қалмапты ғой таяғы да. Субханалла. Айтқанда, яғни маған растан әсер етеді бұндай бір күшті бір фаидалар. Не деген керемет вообще. Мағынасы да, ұйқасы да. Қандай ет қариялар баяғыда, солардың қалмапты ғой таяғы да. Яғни сол алдыңғы жақсы қариялардан таяқ та қалмағандығы. Яғни қазіргі енді шалдармен салыстырып жатқаны ол. Қыз көрсе қутындайтын бүгінгілер Алла деп алақанын жаяды ма? Қандай ет қариялар баяғыда, солардың қалмапты ғой таяғы да. Одан кейін мына күшті шумақтар. Ауызша мұсылманмын дегенімен ісімен келтіріп жүр таза күмән. Яғни кейбір қазақтар өздері мұсылманбыз дейді, бірақ та амалдары сәйкес келмейтіндігі, намаз оқымайды мысалы, аз дегенде. Солар жөнінде айтып жатыр. Ауызша мұсылманбыз дегенімен ісімен келтіріп жүр таза күмән. Астан сон Аллаху акбар деген үшін Алланың құтылмаспыз азабынан. Не деген күшті мағына. Ауызша мұсылманмын дегенімен ісімен келтіріп жүр таза күмән. Астан сон Аллаху акбар деген үшін Алланың құтылмаспыз азабынан. Яғни бұл жеткіліксіз екендігі. Адам мұсылман болу үшін тамақтан кейін Аллаху акбар дей қояды, болды. Одан кейін айтады. Бұл жаңа аруаққа қатысты. Тәубесіз басына бақ орнамайды. Жанылып басқалардай тәубенізден табынып аруаққа болма қайғы. Бақилық болып кеткен бабаларын біздерге бақ пен дәулет жолдамайды. Өзі үшін жауап берер өлген жандар тіріні түрлі апаттан қорғамайды. Мал жанын аруаққа тапсырғанның жан жағын сауап емес сор қамайды. Тапсырып тірі кезде қояйыншы, мен өлсем қайғыруға ел жарайды. Құр босқа құлағымды шулатпаңдар, ешкімді аруағым қолдамайды. Яғни ертерек заранее ескертіп қойып жатқандығы. Тапсырып тірі кезде қояйыншы, мен өлсем қайғыруға ел жарайды. Құр босқа құлағымды шулатпаңдар, ешкімді аруағым қолдамайды. Яғни заранее ескертіп қойып жатқандығы. Мен қайтыс болып кетіп жатсам, ешкім мен қабырыма келіп менен бір нәрсе сұрап жүрмесін деп. Мен аруағым ешкімді қолдамайды деп. Одан кейін мына бір өлең. Бұл енді Серқалиев ағамыздық сияқты айтпақшы, мына жерде қалып кетіпті. Дейсін дайым тегі асыл қазақ едік, көп халықтан бөлекші ғажап едік. Өмірге ғашық адам өлімді айтса, азап ойын кетеді қаза болып. Оқуға аят хадис талпынбайсың, күні түн кино көріп ән тыңдайсың. Жәннатқа шақырғанды жақтырмайсың, тозақтан қайтарғанға тоңқылдайсың. Жалпы жақсы мағынасы. Одан кейін, бұл да Серқалиев ағамыздікі айтады. Қияметтің күнін ойлап ес кетіп, Алла барын қояйын деп ескертіп, сиясына батырып ап жүректің, қаламменен ақ қағазға жыр ектім. Субханалла, күшті бірандай бір мысал келтіру мағына. Қияметтің күнін ойлап ес кетіп, Алла барын қояйын деп ескертіп, сиясына батырып ап жүректің, қаламменен ақ қағазға жыр ектім. Аспан жерді 6 күнде жаратқан, хабардар бұл жаратушы әл-хақтан. Әне субханалла, енді өзі бір ойланып отырып, ақыретті еске алып қорқып кетіп, сөйтіп бір халқын, ұлтын ескертіп қойып жатқандығы. Қолына қалам алып, ақ қағаз алып, өлең шумақтар жазып, халқында бір ескертіп жатқандығы тозақтан. Сиясына батырып ап жүректің. Не деген сөз бұл вообще? Не деген андай бір мысал? Жүрекке батырып алып жатқандығы жаңа қаламды. Жүрегінен шығып жатқандығы бұл сөз. Сиясына батырып ап жүректің, қаламменен ақ қағазға жыр ектім.
қазақ тілі машалла не деген бай тіл, әдемі тіл. Мына өлең айтпақшы, бұл жаңағы бізде шал ақын дегенде болған екен. Соның өлеңі. Жиырмаға жеткен қыз кәрі болар, өне кетіп шырайы сары болар. Ер елуге жетсе де айыбы жоқ, әр уақытта біреудің жары болар. Одан кейін тәртіп бойынша мына өлең келіп тұр. Шын айтсам, бұл өлеңді маған оқу кішкене қиын болады. Мағынасы енді өте бір жүрекке әсер етеді. Бұл Сәкен Сейфуллиннің өлеңі. Бірақ та енді бұл өлең мағынасы өте күшті және ұйқастары да өте күшті, әдемі. Сондықтан енді оқиын. Бұл енді Сәкен Сейфуллиннің өлеңі. Сәкен Сейфуллин сол білім жолында жүрген, сол түсінбедім енді Ресейде жүрген бе, өз жерінен кетіп бірнеше бір уақытқа жоқ болып кеткен болып тұр ғой. Сөйтіп оған енді анасы хат жазады, сағындым деп сені, қашан келесің деп. Сол анасының хатын енді өзі бір өлең қылып жазған ғой. Одан кейін анасына жауап береді, оны мен оқығанмын, бірақ та ол жеріне мен ештеңе жазып алмадым, ешқандай бір шумақ. Ал мына өлеңі енді ұнады. Айтады Сәкен Сейфуллин: байғұс ана хат жазыпты депті, балам сағындым. Ұмыттың ғой бізді тіпті, бір келмедің не қылдым. Яғни не қылдым, мен не қылдым саған дегені. Байғұс ана хат жазыпты депті, балам сағындым. Ұмыттың ғой бізді тіпті, бір келмедің не қылдым. Оқу іздеп кеткеніңнен ауылға бір қайтпадың. Біз не көрдік жеткеніңнен елге кеп уәз айтпадың. Балам едің емшек берген түн ұйқымды төрт бөліп, анан едім жапа көрген сені өсіру дерт болып. Жас күнімде көп ойлаушы ем сені әлдилеп тербетіп, арманым жоқ деп ойлаушы ем қалқам өссе ер жетіп. Болмай шықты ойлағаным сен жігіт боп жеткен сон, қалжырадым ойла жаным сен алысқа кеткен сон. Талай жылап жүруші едім сенің бала кезінде, неге екенін білуші едім қалқатайым өзінде. Алданышым қалқам еді сонда менің қуатым, сен тұңғышым арқам едің бар қайғымды жуатын. Не деген мағына. Одан кейін әдемі сөздер еркелетіп айтылып жатқан: қалқам, қалқатайым, алданышым қалқам еді сонда менің қуатым, сен тұңғышым арқам едің бар қайғымды жуатын. Көрмеп едім жар қызығын, бір сен едің тілегім, бір сен едің бар қызығым, шыбын жаным жүрегім. Қарай көрінгенге екі көзім төрт болды, еш қайғым жоқ сенен өзге, аш өзегім өрт болды. Ойла енді кім мені күтті, қартайдым кем саулығым, үсті басым тозып кетті, тозды баста жаулығым. Кетсем балам өз алдына, мен не болам біл өзін, елестейді көз алдыма бала күнгі мінезін. Одан кейін кейбір шумақтарды мен жазбадым, есімде. Ертек айтсам нанушы едім құмарланып құлыным, көзімде от жанушы еді салбырап қос тұлымын. Арманым зор не қылайын, елге келіп тұрмадым, маған салып саруайым артқа мойын бұрмадым. Енді қалған өмірімді келінім боп күтерет, әлдилесем немеремді бар арманым бітерет. Ойла енді кім мені күтті, қартайдым кем саулығым, үй іші де тозып бітті, тозды баста жаулығым. Қалжырадым сағындым мен, бір кеп көрін көзіме, ұмытқандай не қылдым мен жауап қайыр сөзіме. Өте әдемі өлең, сөздері, ұйқасы, мына шумақтар көбінесе. Алданышым қалқам еді сонда менің қуатым, сен тұңғышым арқам едің бар қайғымды жуатын. Яғни жалпы ол кездер қиын кездер болған, аштық кездер болған. Сол кезде қатты қиналғанда бұл әйел үшін баласы ең бір қуаныш болғандығы. Соған қарап алаңдайды, соған қарап қуанады. Бар қызығы сол баласы болған, енді тұңғыш баласы болғаннан кейін. Келесі өлең бұл Мәшһүр Жүсіптікі. Бұл да енді өте әдемі, бірінші екі шумағы өте әдемі, кәдімгідей тәтті. Мағынасы да ұйқасы да. Шығады асыл тастан өнер жастан, тәрбие тәуір болса әуел бастан. Не деген ұйқас? Шығады асыл тастан өнер жастан, тәрбие тәуір болса әуел бастан. Мысалы ғылым таппақ сол секілді, бұлақтың бітіп жатқан көзін ашқан. Ары қарай енді ұзақ. Мына бір өлең өте жақсы. Бұл жаңағы құл керім елемес деген ағамыздікі. Айтады: бар кітап бір харфіне тең келмейтін, оқымай адам оны жөнделмейтін. Құранды сөзін хақтың оқымауын, ол сенің екі әлемдік тоқырауын. Ол сенің хақ Аллахпен сырласпауын, хақ берген бойдағы игі сырды ашпауын. Ол сенің надандыққа тірелуін, ол сенің тірі жүріп тірі өлуін. Ол сенің хақ ілімін қате алуын, қате алып хақсыздыққа маталуын. Ол сенің өзіңді өзін аша алмауын, жанына жарығынды шаша алмауын. Жақсы. Ары қарай ұзақ. Мына бір өлең, қарындасым қайда бұның басы? Қарындасым көкірегінді жап, кеуденді жап деп басталады. Қарындасым кеуденді жап.
Қарағым көрме ақыл бергенді жат. Шет елде шаруам жоқ, аша берсін қазақтың қызысыңдар сендер бірақ. Қарындас ауызды да жабу керек. Айдаһар емес ерге ару керек. Еркектер қалу үшін еркек болып, әйелде әйел болып қалу керек. Субханалла. Не деген күшті, әдемі мағына. Ағанмын мен сенің жанашырын, жанағы ақылымды ал асылым. Бәрін де жап, ал егер ашқын келсе, бағын аш бір қазақтың баласының. Қарындас ауызды да жабу керек. Айдаһар емес ерге ару керек. Еркектер қалу үшін еркек болып, әйелде әйел болып қалу керек. Ағанмын мен сенің жанашырын, жанағы ақылымды ал асылым. Бәрін де жап, ал егер ашқын келсе, бағын аш бір қазақтың баласының. Одан кейін жаңағыдай да өлең бар екен. Оян қазақ деген өлеңдер болса, бұл енді керісінше оянба қазақ деген, яғни бір сарказм ғой. Оянба қазақ, оянба. Сол өлеңнің соңында келеді күшті сөз. Не болмақ түбі бұл күнін, жүр екен ояу кім бүгін. Ұйқыда жатқан адамдар оята алмас бір-бірін. Так. Не болмақ түбі бұл күнін, жүр екен ояу кім бүгін. Ұйқыда жатқан адамдар оята алмас бір-бірін. Жақсы енді. Бұл жаңағы ұқсайды. Арабша бір өлең. لا أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي لو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي لا أسمعت لو ناديت حيا. Айтады, сен егерде тірі адамға бір сөйлеп жатқан болсаң, тірі адамды шақырып жатқан болсаң, оған сен естіртер едің дейді. Ол сені естіреді дейді. Бірақ та сен кімге сөйлеп жатқан болсаң, ол адамдар тірі емес дейді, өлік дейді. Егерде сен отқа үретін болсаң, от одан сайын лапылдап жанар еді дейді. Сен болсаң шоққа үріп жатырсың дейді. Бұл енді жаңағы кезде айтылынады. Мысалы енді мына біздің әңгімеміз әрдайым айтатын дінге қызмет қылу керек деген. Бұны біз енді айтқанымызбен көп адам бұған босқа да жауап бермейтіндігі. Себебі олар енді өлген адамдар, жүректері өлген адамдар. Пайда жоқ екендігі оларға сөйлеуден. Ол жаңағыдай бір шоққа уже жанып кеткен, қайтып жанбайтын бір шоққа бір үрумен бірдей екендігі. Бұл жерде соны күшті айтқан. Ұйқыда жатқан адамдар оята алмас бір-бірін деген сөз өте күшті. Не болмақ түбі бұл күнін, жүр екен ал ояу кім бүгін. Ұйқыда жатқан адамдар оята алмас бір-бірін. Мына өлең жаңағы құл керім елеместікі. Діні жоқтың дымы жоқ, діні бардың міні жоқ, діні жоқтың әр қылған ісінің еш құны жоқ. Болмайды онда мұратты, білмейді әттен бірақты. Жетпесін құл дінсіз еш мәңгілік шын мұратқа. Мына бір өлең жаңағы Арман Бердалиндікі. Қол бастайтын шағында байрақ алып, малынды айтып қайтесін майдаланып. Шаман келсе барып кел қажылыққа, әр сәтінді тиімді пайдаланып. Жүрегіне тыныштық орнатпайды, Дубай түгіл келсен де айға барып. Мекке менен Мәдина тұрған кезде жинамақсың сауапты қайда барып. Бауыржан Момышұлы атамыз, ол да бір енді шағын бір ақын болыпты ғой. Мына мәңгүрттер жөнінде өлеңі бар. Көшеде бояу ерін сылқылдаған, бұлдырлап орысшалап жырқылдаған. Ұмытып ана тілін салт санасын, не қалды тілімізден жыртылмаған. Жаңа мәңгүрттер жөнінде. Жаңа Шал ақынның мына бір өлеңі бар. Ұшып өткен құспен тең. Бұл дүниенің мысалы ұшып өткен құспен тең. Өмірде көрген жақсылық ұйықтап өткен түспен тең. Яғни бұл дүние бір түс сияқты өтіп кететіндігі. Мәшһүр Жүсіптің мына өлеңі бар. Жамандық қайдан туар? Жамандық қайдан туар? Тілден туар. Әркімде ақыл болса тілін буар. Шығарсан бір жаман сөз сен аузыңнан, артыңнан айдаһар боп сені қуар. Өте күшті мағынасы. Адамның сөзі енді айтылған сөз атылған оқ сияқты екендігі. Адам аузынан сөз шығып алып айдаһар болып адам өзіне қарсы келетіндігі. Егер де адам бір жаман нәрсе айтқан болса, мысалы біреуді жамандаған болса, біреуге тіл тигізген болса, сөйтіп енді оның зияны оған қайтатындығы бұл. Жалпы адам ойланып сөйлеу керектігі. Осымен бітті. Маған бір енді ұнаған бір өлеңдер. Көріп тұрғанымыздай, альхамдулилля, қазақ тілі жалпы әдемі тіл. Мына кітапта келетін тіл, сөздер әдемі, өлеңде келетін сөздер. Және айтқандай, енді қазақ болғанымыздан кейін жалпы ұлтымызды ойлап, ұлтжан адам болып, осы дұрыс ақидан баяндаумен бірге, осы дұрыс ақидан ұстанумен бірге, біріншіден әрине әлем бойынша мұсылмандарға, ислам умматына қызмет қылуымызбен бірге, ұлтымызды да жалпы ұмытпауымыз керектігі, ұлтымызды, тілімізді. Аллаху а'лам, ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад.